Сәлем достар, сіздермен бүгін древлигада қалай ақшаны көбейтуге болатын 5 топ тәсілді айтатын болам. Ол үшін арнаға жазылып, видеоға лайк басып, жақсы пікір қалдырып кетеміз. Ал біз бастаймыз. Бірінші тәсіл ол испытание. Испытание дегенімізде испытание орындап ақшаны көбейтуге болады. Шанс көбірек испытание орындап ақшаны болады. Ал екінші тәсіл ол реклама қарау. Реклама қарап сіз ақшаңызды көбейте аласыз. Үшінші тәсіл ол осындай бонуспен ақша алуға болады. Сен матч ойнап болғаннан кейін бонусты басып ақшаны көбейтуге шанс көп болады. Төртінші тәсіл ол древлига лайф. Ол сияқты ойнап, очко жинап отырып ақшаны көбейтуге болады. Мен осымен көп ойнап ақшамды көбейткенмін. Сіздерге кеңес беремін осыны ойнауға. Ал бесінші тәсіл ол товарищеский матч. Әр матч сайын сізге әр победа үшін сізге ақша беріп тұрады. Осылай ақшаларыңызды көбейтуге болады. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетеміз. Бай-бай.